Сәлеметсіздерме, құрметті әріптестер мен студенттер. Төле би ауданы Ленгір қаласы нөмір 8-ші колледждің мұғалімі Жапашев Нұрғали Кенжебаев. 1945 жылдың 9 мамыры жұртшылық жадында біздің халқымыздың ерлік үлгісі, мұқалмас қажырлығы мен мызғымастығының символы болып келеді. Отан қорғаушылар жасаған ерліктер мәңгілік және уақыт ағысымен жоғалып кетпейді. Сол бір қаһарлы соғыс жылдары алыстаған сайын оның маңызын біз ерекше ұғына түсудеміз. Сондықтан да халық ұзақ күткен ұлы жеңісті жақындатуда, майданда да, тылда да жанқиярлықпен күреске түскендердің барлығы айрықша құрметке ие. Қаза тапқандардың рухына нөмір 8-ші колледждің ұжымының атынан тағзым етеміз. Бұл басып күңіренді, күзге қарсы ақ аспан, дабыл қағып ерлер жөнелді, қару жарақ бел басқан. Кірпік қақпай, алға аттай, бейне темір болаттай, бейне қарсы тұрды 28 ер, келсе де жау жер қаптай. Ала алмайсың, деді батыр, кең жерімді туған өрт салып, бұза алмайсың көркімді. Жолын бөгіп дұшпаның құрбан болды қайран ер боп туған адал баласын қойнына алды туған жер.